елімізде медреселерде қалыптастыру керек, негізгі білімді. Ал кейінгі қосымша ілімді ғылым саласында, ол докторлық болсын, магистрлік болсын, басқа да үлкен білім деңгейлерін шет мемлекеттерінде оқуға әбден болады. Ешкім оған тыйым салып жатқан жоқ. Шетелге барып оқып келу, шетелде үлкен ұстаздар бар, ол жақта оқысаң, керемет сондай бір жақсы білім иесі боласың, болмаса аз уақыттың ішінде көп жетістікке жетесің деген сондай бір шәкірттердің ортасында. Енді бұл қаншалықты шындыққа жанасатынын білмеймін, бірақ сол шәкірттердің өзі керісінше сол жаққа барып қанша уақыт жоғалтып отыр да. Уақыт жоғалтып отыр. Осы елдегі сол мүмкіндікті пайдалану орнына қаншама барып, қаражат жұмсап, сол жерге барып, жағдайды көргеннен кейін еліміздегі барлық оқу орындарының әлдеқайда тиімді екендігін айтып жүр. Ұстаздардың да деңгейі, ұстаздардың білімділігі, олардың тәжірибелігі ол шет мемлекеттегі ұстаздардың кем емес деп айта аламын. Осы салада ең үлкен қызмет бұл ұстаз болу, шәкірт тәрбиелеу. Университет өз алдында, Қазақстандағы барлық медреселер өз алдында. Сонымен қатар сол 2007 жылдан бері қарилар орталығы, енді бұл тек қана бір ғана емес, қазір еліміздің барлық өңірлерінде, тіпті облыстық барлық орталықтарында, облыстың барлық орталықтарында осы қарилар мектебі, қарилар орталықтары ашылып жұмыс жасап жатыр. Шәкірттерге бүгінгі қандай жағдай жасалу керек? Бүгінгі таңда барлық қарилар орталығында ол жағдайдың бәрі жасалды. Енді кезекте біз шәкірттерді тек қана Құран оқытып қана емес, алдағы уақытта еліміздегі үлкен қарилардың, яғни ұстаз қарилардың шығуында, қалыптасуында үлкен еңбек етуіміз керек деп ойлаймын. Адамның өмір Құранмен байланысатын болса, ол адам жеке өзіне ғана емес, ол бүкіл өзінің ағайын туыстарына, қоғамға, ең басты үлкен елімізге, мемлекеттігімізге ол өте үлкен орасан өз үлесін қосады деп сенеміз. Себебі Құран жаттаған қариларда ең басты ол үлкен аманат қалыптасады. Яғни Құранды Алланың аманат деп қабылдаған сол шәкірттер, ол елдің алдында да ол аманатты да сезінеді деп ойлаймын.